Жо деймді бір адам түспей қалса мейлі ғой. Жо екеу түспей қалсын дашы, потолок бесеу ғой түспесе. Неужели бәріміз түспей қалдық соң? Таң қалам бар ғой мен соғанша. Білмеймін ше, қалай ғой. Не істейін сен вообще? Сен уайымдамасай мен тұрғаныңызды. Любой жерге өзім таныстарыммен екеуміз бір группаға кіріп кете саламыз уайымдамай. Көмектесе аласың ба? Жоқ, мен тез олмын, аласып кеткенмен кез. Ақшасын болса береді мен. Тау, анашым звондап жатыр, Арай көмектесші, не істеймін? Мен оқуға түстім ба, түспедім бе, маған бәрібір. Үйдегілерің ше? Үйдегілер не дейді сенің? Ой, үйдегілер мені алып қашып кетті деп уайымдамайды ғой. Не істейін енді? Көмектесіңдерші маған. Не істейтін несі бар? Айт шындықты. Салмай қалдым деп айт. Өтірік айтсаң ертең бәрі арты ашылады ғой ол. Айтсам ата-анам басымды шауып алады ғой мен. Өтірік айтып ештеңе таппайсың бәрі. Шындықты айт, салмай қалдым деп. Жай оны қойшы. Ертең сен не істемекшісің ары қарай? Көрем, оқуымды жалғастырамасам, егер спортпен ары қарай клуб спортпен кетемін. Может, болатса депутат болып кететін шығармын. Брат, не ғой? Сен депутат болып отырсаңшы, маған хабарлашы өтініш. Мына қыз оқуға түсіру керек еді. Жаман уайымдап жатыр ана сияқты. Болды. Неғып оңай болдыңыз? Одан жаңа таныстығымыздың орнына барып, бір кафеге барып, демалып атап өтпедік па? Молодец, красавчик. Сөйтейік онда. Давайте. Қалайсыз? Алдында хат жазған мен едім. Сол жауабын күтіп жүрген ем. Нақыл деді? Кетіңдерші бар, біресе анауын, біресе мынауын. Тоқтасай. Кешіп қалмадың ба? Как раз это, кафеге барып кеттік па? Жадам. Қой, бірші қандай кафе? Сірене болмай отқанда? Не істейміз, өстіп отыра берді. Бәріміздің қайымыз бір ғой. Ой, не болған барлықтарының түрлерін ал. Шынымен болатын нәрсе болды, оқуға түсе алмай қалдыңыз. Шынымен қазір ешқандай ойын соғып ешкімге желание жоқ. Оны қойыңдаршы, басында не істейміз енді? Саған маңызды емес па? Түстің не, біз нәрді уайымдап отырып салмай қалғанымызға ше? Маған бәрібір басқа оқуға түсе салам. Таныстарың көп дейсің ғой. Негізі менің естуім бойынша бұндай жағдай болған. Осыдан 10-15 жыл бұрын. Мен естігем. Сен не естігесің ба? Дәл осы біз секілді бір топ балдар оқуға түсе алмай үшті келі жоқ болып кеткен. Кейін адамдардың айтуы бойынша олар 5 жылдан кейін пайда болған. Бірақ олар адам болып емес, олардың рухтары кезіп жүреді екен. 5 жыл бұрын. Олар біз секілді оқуға түсе алмай, оларды жоғалып кеткен. Негізі сен білмеймін ше. Жары қайсың ел?
Қалай, осы фильм саған ұнады ма? Біздің топқа тағы да жаңа актерлар керек. Егер біздің топқа қосылғың келсе, хабарлас. Төмедегі номерге менің атымнан келетін болсаң, саған жеңілдік бар. Дәл осы каналдың атынан келетін болсаң, өте қатты жеңілдік бар. Сені күтеміз.